Айша анамыз жас күйде қалып қойған, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтіп жатқан кезде 20 мен 30-дың арасындағы қыз болған Айша анамыз. Қарасаңызшы, әлі несі басына қоймаған әйел кісі ғой. Бірақ пайғамбардан кейін жылмаң етіп шықты ма көшеге? Жоқ. Тіпті біреулердің шахуаты оянып кетпес үшін аузына тілінің астына тас салып сөйлейтін болған. Айша анамызға деген ой кетіп қалмас үшін. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қай әйелін көрдіңіз күпірлікте танылған? Тіпті жер бетіндегі ең алғаш мұсылман кім? Соның әйелі ғой, қарасаңызшы. Хадиша анамыз. Ең көп ілім қалдырған әйел кім? Айша анамыз, көрдіңіз ба? Ең көп садақа берген әйел кім? Зейнеп анамыз. Сондай әр әйелі шариғатта, әр шариғаттың жаңағы ғибадатында шоқтығы биік болып тұра берген ғой, қарасаңызшы. Әр әйелі бір төбе. Бірақ олардың әйелдері, оның әйелі бізге не болады? Ана болып есептеледі, қараңыздар. Сол бүкіл әйелі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның дінінің жәрдемшісі болып өтті. Өмірінің соңына дейін, сол иманын ең соңғы сәтке дейін сақтап өткен пайғамбар саллаллаху алейхи әйелдері. Діннің ілімін сақтап өткен пайғамбар саллаллаху алейхи әйелдері. Қараңыздар. Пайғамбар жаңағы Айша анамыз ойнастық істеді деп, білесіздер ғой, тарихта сондай оқиға бар ғой. Жала жапқан кезде ренжіп тасташ өйтіп пайғамбардың әйелі болғанша деп діннен шығып кетіп қалды ма Айша анамыз? Шыққан жоқ. Көрдіңіз ба? Қазір біреулер бар, Құдайға ренжіп қалса намаз оқымайды, істеп кетеді екен. Сұрап жатырмын, болмайды, тасташы, одан да оқымай-ақ та баяғыда. Шындысың ба сен?